Қазақстанда 2020-2021 жылдары елімізде оларға ұқсастары жоқ 27 жаңа өндіріс құрылатын болады. Ол үшін самұрық-қазына қоры отандық өнеркәсіпті қолдаудың жаңа форматы оффтейк шарттары шеңберінде жобаларға қолдау көрсетіп отыр. Еске сала кетейік, оффтейк шарттары 2018 жылы ендірілген және жаңа өндіріс шеңберінде шығару жоспарланған өнімдерге кәсіпкерлердің кепілдендірілген ұзақ мерзімді тапсырысты алдын ала алуларына мүмкіндік береді. Басты шарт Қазақстан Республикасында ұқсас өндірістердің жоқтығы болып табылады. Атап айтқанда, қазақстандық кәсіпкерлер вагон бояулатқыштар, көп функциялы техникалық құралдар кешендерін, сонымен қатар мұнайды және басқа сұйық орталарды айдауға арналған сорғы жабдықтарын өндіретін болады. Өз кезегінде самұрық-қазына контракт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының орынбасары Теміржан Әбдірахманов қазіргі уақытта импортты алмастыру бағдарламасының шеңберінде техникалық ерекшеліктерді қалыптастыру кезінде ұлттық стандарттарды міндетті түрде пайдалану ендіріліп жатқандығын атап өтті. Бұдан басқа сатып алу шарттары бойынша төлем жасаудың мерзімдері 30 жұмыс күнінен 20 жұмыс күніне дейін қысқартылды және импортты алмастыру және жергілікті қамтуды дамыту бойынша орталық жобалау кеңсесі құрылды. Оған қордың, еншілес компаниялардың, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының, салық қоғамдық бірлестіктерінің, даму институттарының сарапшылары енді. Қазіргі күнде самұрық-қазына қоры қазақстандық өндірушілерді қолдау бойынша жұмысты 4 негізгі бағыт бойынша жүргізіп жатыр. Ең біріншіден ол әдіснамаға, яғни методологияға өзгерістер енгізу. Екіншіден ол сатып алудың санаттық стратегияларын дамыту. Үшіншіден ол оффтейк шарттарға қол қою. Төртіншіден ол электрондық жүйесіне әдейі отандық өндірушілерге жеңілдік беретін жеңілдіктерді енгізу.